Сіздердің мына ертегі ұқсас есептеріңіз әдемі, триллион, миллиард деген. Мен ондайға тілі келмейтін сайлаушылардың сұрағын қойғым келіп отыр. Нақтылы барлығыңызға негіз бұл сұрақ, бірақ нақты жауап беру. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Сағындықова Назгүл Ерікқызы бар ғой осында. Өте қуаныштымын. Қолыңызда қаламсап пен парақ болса алсаңыз жақсы болатын еді. Мен сізге цифрлар келтірейін. Өйткені сіздер цифрды жақсы көресіздер. Бұл қарапайым арифметика. Орташа статистикалық отбасының бір айлық шығындары. Сіздердің министрлік ең төменгі айлық 85 мың теңге деді. Сосын қызармай бір министрдің орынбасары ол жетет күн көруге деді. Енді мен сіздерге арифметика көрсетейін. Мысалы, 5 адамнан тұратын отбасы, жанұя. Әкесі театр қызметкері, инженер, алатын айлығы 115 мың теңге. Шешесі кітапханашы, сіздердің жетет деп отырған 85 мың теңгелеріңізді алады. Бірінші балалары студент, Құдайға шүкір, грант оқиды, бұл біздің мемлекеттің игілігі беріп отырған. Екінші баласы мектепте 6-шы сынып оқушысы, үшінші баласы балабақшада, мемлекеттік балабақшада. Жалпы отбасының табысы айына 200 мың теңге. Енді бір ай көлемінде қажет болатын шығынға азық-түлік, коммуналдық төлемдер, кредит, балабақша және тағы басқаларын нақты келтіріп берейін. Азық-түлікке нан 180 теңгеден бір айға жоқ дегенде 5 адам 60 бөлке нан жеді делік, күніне 2-ақ бөлкеден жегенде 10.800 теңге. Сүт 810 теңгеден 10 литр дейік ең кемінде 8.100 теңге. Шай 500 теңгеден бір қорабы, 5 қорабы алды дейік, бұлыңыз 2,5 келі, 1800 теңге. Макарон 325 теңгеден 12 келіңіз 3900 теңге. Жұмыртқа 60 теңгеден 20 жұмыртқа 1200 теңге. Гречка бір келісі 280 теңгеден бір айда 3 келі гречка жегенде 840 теңге. Ұн 3700 теңге 10 келісі. Май 1 литрінің бағасы 4000 теңге болғанда, бұл күнбағыс майы, сары май жоқ бұның ішінде. 8000 теңгеге 2 литр май іштіға тамақ істеді дейік. Картоп 130 теңгеден 10 келі 1300 теңге, пияз 120 теңгеден 5 келі 600 теңге, тұз 60 теңге, тауық еті 1150 теңгеден 1 келісі, 5 келі ғана жеді дегенде 5750 теңге. Күріш 565 теңгеден 5 келі 2825 теңге. Коммуналдық төлемдері 2 бөлмелі үйдің қазіргі таңда жоқ дегенде 27 мың теңгеге барып тұр. Ұялы байланыс интернет тарифі бұл қажетті нәрсе, өйткені бізде жұмыста да, оқуда да соны талап етеді. 7 мың теңгеден 4 адамға 28 мың теңге. Жол жүру шығындары оңай пластикалық карталарын алу 7200 теңгеден 3 адамға 21600 теңге. Тазалық құралдары сабын 300 теңгеден 5 сабын алды дегеннің өзінде 1500 теңге. Тіс жуатын паста 470 теңгеден 2-ақ паста алды деп есептедік, 940 теңге. Кір жуатын ұнтақ 4 келі 3400 теңге. 2 келі пачкіден 2 пачка. Кредит төлемдері. Бұл мемлекеттік бағдарламамен алған 2 бөлмелі үйдің кредитіне айына 80.500 теңге төлейді, және оған қосымша баласы сабақ оқу үшін тұтынушылық кредитпен 25 мың теңге айына төлеп отыр, бір компьютер алған. Балабақшаға 16.500 теңге төлеп отыр. Енді келейік, азық-түлік себебі 55.615 теңге, кредиттік төлемдер 80.500, қосу 25.000, 105.500, жол жүру шығындары 21.600, коммуналдық төлемдерге электрлы 27.000, ұялы байланыс интернет тарифі 28.000, балабақша 16.500. Жалпы шығын сомасы қанша шықты? 254.215 теңге. 54.215 теңгені қайдан алады? Бірінші сұрағым, енді қараңыз, бұларды біз есепке алмаған шығындарымыз. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, киім, канцеляриялық құралдар, ойыншық, демалыс, ойын-сауық, үй жиһаз, техника, азық-түліктен сиыр еті, қой еті, жылқы еті дегенді мүлдем жемейді, жеміс-жидек дегенді мүлдем жемейді, сармай дегенді мүлдем жемейді, балық дегенді мүлдем жемейді, кәмпит тағы басқасын мүлдем жемейді. Өзге шаруашылық тауарлардан шампунь, су сабынды мүлдем қолданбайды, крем және тағы басқасын мүлдем қолданбайды. Делік. Енді сіздердің министрліктеріңізге үлкен сұрақ, мен бұны ашық хат қылып министрлеріңізге де әлеуметтік желіден жариялайым. Қалай есептедіңіздер, және осы отбасы қалай күн көреді?